Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 49-ші сабақ. Тақырыбымыз көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу. Бүгін сіздермен қайталау сабағы көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша көбейтуді және бөлуді орындайтын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма. Абай Құнанбаев ұлы ағартушы, философ, ақын. Оның шығармашылығын мәдениеттің үш ұлы көзі нәрлендірген. Оның бірі қазақтың ұлттық мәдениеті, екіншісі шығыс мәдениеті. Есептеп жауаптарын өсу ретімен орналастыр. Сонда сен Абайды тағы қандай мәдениеттің үшінші көзі шабыттандырғанын білесің. Яғни бізде берілген 99 бөлу 11, 96 бөлу 24, 63 бөлу 21, 96 бөлу 16. Осы есептеу арқылы біз өсу ретімен орналастырып, тағы қандай мәдениеттерді шабыттандырғанын білеміз. Біріншісі 99 бөлу 11 бізде 9, ол С. 96 бөлу 24 4, Р. 63 бөлеміз 21-ге 3, О. 96 бөлеміз 16, 6, Ы. Өсу ретімен жазсақ 3, 4, 6, 9, ол орыс, яғни орыс мәдениеті шабыттандырған екен. Екіншісі, бөлу амалын орындар алдында толымсыз бөлінгішті және бөліндідегі цифрлар санын анықтап ал. Бөлуді орындап есептеуді тексер. Яғни бізде 1134 берілген, 21-ге бөлуіміз керек. Ол үшін 11-ден алатын болсақ, біз 21-ге жетпейді. Сондықтан 113-тен біз аламыз. 113-тен аламыз. 113-тің ішінде 21 қанша рет кездеседі? Яғни 100-дің ішінде 20 5 рет кездеседі, ал 13 бізде 21-ге жетпейді. Сондықтан 100-дің ішінде 25 рет кездеседі. 5-тен береміз, 5-ті 21-ге көбейтеміз, 105 шығады. 113-тен 105-ті азайтамыз, сонда бізде 8 қалады. 8-дің қасына 1134-тің 4-ті түседі, 34-тің ішінде 21 4 рет кездеседі. Сонда 4-ті 21-ге көбейтеміз, 84, 84-тен 84-ті азайтамыз, 0 болады. Дәл осы түрде үшінші есепті шығарамыз. Бізде үшінші есепте және тексер берілген. 798 бөлу 57, 455 бөлу 13, 2548 бөлу 26, 4656 бөлу 97 берілген. Біз есептеп тексеруіміз керек. 798-ді 57-ге бөлеміз. 79-дан 79-ның ішінде 57 бір рет кездеседі. 1-ге 57-ні көбейтеміз, 57. 79-дан 57-ні азайтамыз, 22 қалады. 22-ның жанына 8-ді түсіреміз. 228-дің ішінде 57 4 рет кездеседі. 4-ті 57-ге көбейтеміз, 227 0 болады. Енді тексеру үшін 57-ні 14-ге көбейту арқылы тексереміз. 57-ні 14-ке көбейтеміз, яғни 4-ті көбейткен кезде бізде 228, 1-ті көбейтеміз, 57. Бір-біріне қосамыз 228-ге 57-ні 798, яғни біздің есебіміз дұрыс деген сөз екен. Қалған есептерді де дәл осы түрде шығарамыз. Төртінші есеп. Есептеп тексеруді орында. Бұл жерде де дәл осы жаңағы тәсілмен шығарамыз. 252 берілген 14. Бөлеміз 14-ке, 25-тің ішінде 14 бір рет кездеседі. 1-ге 14-ті көбейтеміз, 14, 25-тен 14-ті азайтамыз, 11. 2 11-дің жанына түседі, 112-ның ішінде 8 рет кездеседі. 14-ті 8-ге көбейтеміз, 112, 0. Ал 14-ті 18-ге көбейту арқылы біз бөлуді тексере аламыз. Дұрыстығын тексере аламыз. Дәл осы түрде қалған есептерді де шығарып үйренеміз. Бесінші есеп. Бізде тиімді тәсілмен қалай есептеуге болатынын түсіндір. Өрнектердің мәнін тап. Бізде 125 көбейтілген 4, қосу 125 көбейтілген 6 берілген. Оны шығару үшін біз міне жазып аламыз. 125 біз алдында көптеген тиімді тәсілдердің әртүрлі тәсілдерін өткен болатынбыз, тиімді шығарудың. Сол тәсілдерге салып есептеуді шығарамыз. 125 көбейтілген жақшаның ішінде 4 қосу 6 тең 125 көбейтілген 10,
тең болады 1250. 241 көбейтілген 5 қосу 241 көбейтілген 5. 241 көбейтілген 5 қосу 5. 241 көбейтілген 10, 2410 болады екен. 314 көбейтілген 3 қосамыз 314 көбейтілген 7 тең 314 көбейту жақшаның ішінде 3 пен 7-ні қосындысы. 314 көбейтілген 10, 3140. Дәл осы түрде қалған есептерді де әрі қарай шығарамыз. 6-шы есеп. Есептерді шығар, есептерді артық мәлімет бар ма? Асы, автобус таңертең сағат 10-да шығып, 300 км жолды 6 сағатта жүріп өтті. Егер машиненің жылдамдығы автобустың жылдамдығынан қарағанда 10 км сағатына артық болса, ол осы уақытта қандай қашықтықты жүріп өтеді? Яғни, бізде S1 300 км, ара қашықтығымыз, уақытымыз 6 сағат, жылдамдық белгісіз, екінші жылдамдықта бұл жаңағы белгісіз, V2 км сағатына бұл 10 км сағат артық. Яғни автобустың жылдамдығынан. T2 6 сағат, S2 ара қашықтық белгісіз. Оны шығару үшін V1 тең S1 бөлу T1. V1 тең 300 бөлу 6, 50 км сағат. Бұл автобус. V2 тең V1 қосылған 10 км сағатына. V2 тең 50 қосылған 10 тең 60 км сағатына. Бұл машине. Енді S2 тең V2 көбейтілген T2. S2 тең 60 көбейтілген 6 тең 360 км. Машине 360 км қашықтықты жүріп өтеді. Артық мәлімет бұл жерде автобус таңертең сағат 10-да шықты деген жаңағы 10-да шықты деген сөз екен. Артық мәлімет бұл жерде. Әсі, 6-шы есептің әсі, сал өзен ағысымен 3 км сағат жылдамдықпен жүзеді. Салда 3 адам отыр. Сал өзен бойымен 3000 метр жүзді. Ол үшін оған қанша уақыт қажет болды дейді. Яғни әсі В 3 км сағатына 3 көбейтілген 1000 метр сағатына 3000 метр сағат болады. S тең 3000 метр. Т белгісіз сағаты. Шешуі уақытты табу үшін ара қашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. 3000-нан 3000-ді бөлеміз 1 сағат. Сонда сал 3000 метр жүру үшін 1 сағат қажет. Артық мәлімет салда 3 адам отыр деген сөз екен. 7-ші есеп. Ұзындығы 5 метр, ені 4 метр болатын еденге төсеу үшін қанша квадрат метр линолеум қажет? Енді 2 метр линолеум орамынан ұзындығы қандай бөлік кесіп алу керек? Біріншісі, ұзындығы 5 метр, A1 5 метр, V1 4 метр ені, ауданы белгісіз. V2 2 метр, A2 белгісіз. Шешуі. Бірінші S-ті табуымыз керек. A1-ді көбейтеміз V1-ге. S 5 көбейтілген 4 20 метр. A2 тең S-тен азайтамыз V2-ні. A2 тең 20 бөлу 2 10 метр. Еденге 20 метр квадрат линолеум керек. Ені 2 метр, орамнан ұзындығы 10 метр болатындай етіп кесіп алу керек екен. 8-шісі. Қабырғалары 4 сантиметр болатын шаршысыз. Оны 2 сызықпен 4 бөлікке бөл. Тапсырманы бірнеше тәсілмен орында. Сенде қандай фигуралар пайда болады? Яғни бізде қабырғалары 4 сантиметр болатын шаршы сызуымыз керек. Оны 2 сызықпен 4 бөлікке бөлуіміз керек. Сонда бізде тапсырманы бірнеше тәсілмен орында дейді. Сенде қандай фигуралар пайда болады? Міне бізде біріншісі жай ғана 4-ке бөлдік. Екіншісі 2 бөлігін үлкен, қалған 2 бөлігін жаңағы кішкентай қылдық. Одан кейінгісінде тағы 2 бөлігі үлкен, тағы 2 бөлігі кішкентай бөлігі болды. Ал үшіншісінде 1 бөлігі өте кішкентай, 2 бөлігі орташа, 1 бөлігі үлкен, осындай шаршылар шықты. Шаршыны 2 сызықпен бөлгенде шаршы және тікбұрышты пайда болады екен. Тіктөртбұрыштар пайда болады екен, е? Міне көріп тұрғандарыңыздай. Өрнектердің мәнін тап.
Бізде берілген 31 көбейтілген 4589 азайтылған 26772. Бөлеміз Б. Мұндағы Б 46 және 23. Бұл дегеніміз 31 көбейтілген 4589 азайтылған 26772 бөлу 46. Яғни бірінші амал бізде 4589-ды 31-ге көбейтеміз, бізде 142259 шығады. Екінші амал 26772-ні 46-ға бөлеміз, 582 шығады. Одан кейін үшінші амал 142259-дан 582-ні азайтамыз, сонда 141677 деген сан шығады екен. Енді осы Б-ның орнына 23-ті қойып көрейік. 31 көбейтілген 4589 азайтылған 26772 бөлу 23. Бірінші амал жаңағы өзгеріссіз қалады, 142259. Екінші амал 26772-ге 23-ті бөлеміз. 26772-ден 23-ті бөлеміз, сонда бізде 1164 деген сан шығады. Үшінші амал 142259-дан 1164-ті азайтамыз, сонда 141095 деген сан шығады екен. Екіншісі де дәл осы түрде шығарылады. Бұл жерде К-ның орнында 3912 және 6384 сандарын қойып шығару керек. Үшіншісінде А-ның орнына 32 және 64 сандарын қойып шығару керек. 10-шы есеп. Ойлан және жауап бер. Арман мен Әлия 4 таңбалы сандар жазды. Арман бірінші цифры кейінгі 3 цифрдың қосындысына тең сандарды жазды. Әлия соңғы цифры алдыңғы 3 цифрдың қосындысына тең сандар жазды. Балалар осындай 5 сан жазуға көмектес. Яғни бізде кейінгі жаңағы айтып тұр, Арман бірінші цифры кейінгі 3 цифрдың қосындысына тең сан жазды дейді. Яғни бізде 7133. Бірді қосамыз 3-ке, қосамыз 3-ті, сонда бізде 7 шығады. Ең біріншісінің қосындысына дейді. Одан кейін 9801. 8 қосамыз 0, қосамыз 1. 5311. 2110, 6312 сандарын жазған екен. Ал Әлия 2158, 3047, 2349, 1168, 1416 сандарын жазған екен. Дәл осы түрде өздеріңіз өзгертіп жазсаңыздар да болады. Басқа өздеріңіздің жаңағы ойланып басқа сандарды жазсаңыздар да болады. 11-ші есеп, бұл есептеп тексеруді орында. Бұл жерде де ешқандай қиындығы жоқ. Осы жаңағы сабақта қайталап өтілген тапсырмаларды жаңағы шығару. 714-ті 34-ке бөлгенде бізде 21 шығады. Оны тексеру үшін 34-ті 21-ге көбейту арқылы тексеріп дұрыстығын тексереді екенбіз. Сонда 714 шығады. Дәл осы түрде қалған есептерді де өзіміз шығарып үйренеміз.